Достар сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз жаңа сөздер жаттаймыз. Әрбір сабақтың арасына осылай жаңа сөздерді қосып отырамын. Бүгінгі сөздер бізде айлардың атаулары және табиғат ауа райына байланысты сөздер болады. Жалпы айлар, мына жерде қате кетіп қалыпты. Міндетті түрде сөздік дәптер арнаймыз. Алдында да айтып өттім. Сөздік дәптер арнаймыз. 3 столбикқа бөлеміз. Бірінші столбик ағылшыншасы, екінші столбик транскрипті, үшінші аудармасы болады. Қазір оқып, аудармасымен бірге айтып шығамыз. Бірге қайталайсыздар, сосын тоқтатып қойып, сөздік дәптерге жазсаңыздар болады. Айлар дегенді жалпы months. Months дегеніміз ай деген сөз. January – қаңтар, February – ақпан, March – наурыз, April – сәуір, May – мамыр, June – маусым, July – шілде, August – тамыз, September – қыркүйек, October – қазан, November – қараша, December – желтоқсан. Жалпы ағылшын тілінде айлардың атауларының барлығы бас әріппен жазылады. Ереже сондай. January дегеніміз бірінші ай, қаңтар, February екінші ай, ақпан, March үшінші ай, наурыз, April төртінші, May бесінші, June алтыншы, July жетінші ай, шілде, August сегізінші ай, тамыз, September қыркүйек 9-шы ай, October 10-шы ай, November 11 және December 12-ші ай. Жалпы жаттаулары қиын емес. Орыс тіліндегі сөздерге сәйкес келеді. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Дәл орыс тіліне өте ұқсас. Егер орыс тілін жақсы жетік меңгерген болсаңыздар, онда ағылшын тілін үйрену де сіздерге оңай болады. Ары қарай ауа райы дегенді weather дейміз ағылшынша. Мысалы, ауа райы қалай болып тұр деп мектепте көбінесе осындай сұрақтар келеді, иә. Күн дегенді біз sun дейміз. Sun, күн, rain, жаңбыр, cloud, бұлт, wind, жел, snow, қар, fog, тұман, cold, суық, hot, ыстық, winter, қыс, spring, көктем, summer, жаз, autumn, күз. Жалпы жыл мезгілдері дегенді season дейміз. Ағылшынша, орыс тіліндегі сезон деген сөзге келеді. Міне, қыс 4 жыл мезгілі бар. Қысты winter дейміз, көктем spring, жаз summer, күз autumn. Осымен жаңа сөздер бітті. Тағы да бір рет қайталап оқып шығайық. Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Weather, ауа райы: sun, rain, cloud, wind, snow, fog, cold, hot, winter, spring, summer, autumn. Болды. Осымен бүгінге сабақ аяқталды. Осындай қарапайым жаңа сөздерден әзірге осыдан бастап жаттай береміз. Ары қарай күрделене түседі. Бүгінге сабақ осымен тамам. Келесі сабақта кездескенше, see you soon.